Армысыздар, құрметті көрермендер. Кармология арнасына қош келдіңіздер. Жалпы сіздер жайлы толыққанды ақпарат беретін мен Алтынай Аман. Міндетті түрде кармология арнасына тіркеліп қойыңыздар. Ендеше мен бастаймын. Жалпы бұл эфир нақты қандай жандарға арналатынын бір ауыз айтып өтейін. Егер сіз екісі күні туылған болсаңыз, кез келген айдың я болмаса екінші айдың кез келген күнінде туылған болсаңыз, яғни ақпанда не болмаса 01:01-де туылған болсаңыз, яғни бірінші айдың бірі күнінде. Сонымен қатар матрица есептеу жайлы менің тегін сабағымды көріп, сол жақтан егер 2 деген сан денсаулығыңызда шығып тұрса, онда осы эфирді толыққанды көріп шығуларыңызға болады. Жалпы бұл эфирді негізі өзін нақты танимын, өзімнің жолымды табамын деп ұмтылған жандар ғана көреді. Сондықтан сіздерге мұқият тыңдауға және де соңына дейін тыңдауға кеңес беремін. Сонымен қатар ең маңызды деген дүниелерді міндетті түрде түртіп жазып алып отырыңыздар. Себебі бүгінгі эфирда сіздер жайлы көптеген дүниелер, көптеген тақырыптар қозғалынады. Мысалы, денсаулық, сонымен қатар сіздің плюс мінезіңіз бен минус мінезіңіз, профессияларыңыз жайлы және тағы да басқа өте маңызды нәрселердің барлығы бүгінгі эфирде толыққанды қозғалынатын болады. Ал ендеше мен екінші 2 деген сан жайлы 3 ауыз сөзбен егер сипаттайтын болсам, онда бірінші ол құпия, екінші ол интуиция, үшінші ол өзін өзі қолдастау, яғни сдержанность. Осы 3 позицияны міндетті түрде қазір толыққанды ашатын боламыз, және де егер де ең крупный позицияда тұрса, осы матрицаңызда 2 деген сан, мысалы портретте, высший судта, онда осы санның энергиясы сізге өте көбірек және өте қатты әсер етеді деген сөз. 2 санның энергиясы бұл тайна және де мистика, сонымен қатар гадание, яғни пал ашу. Ол кез келген дүние болуы мүмкін. Мысалы, таролог болуыңыз мүмкін, болмаса эзотерика, гадальщик деген толық мағынада алатын болсақ, әйтеуір кез келген бір дүниемен сіз пал аша аласыз. Яғни сізде сондай қасиет бар. Себебі екінші ол интуицияңыз. Интуицияларыңыз өте керемет, әрине. Көптеген екіліктер көбінде минуста жүрген кезде олардың бірақ ешқандай интуициясы жұмыс істемейді, өкінішке орай. Сондықтан әрбір санға негізі плюсқа шығу керек. Егер сіздер плюста болсаңыздар, интуицияларыңыз сізге айтып тұрады, осылай кәдімгі дауыспен айтып тұрады. Яғни былай жасау керек, мынау дұрыс емес деген секілді. Ал ондай ішкі дауысты тыңдау үшін адам деген әрине рухани өсуі керек. Жалпы негізі 2 санына оралатын болсақ, бұл кісілердің сондай бір құпияға деген өте қатты қызығушылықтары бар. Тіпті сол құпияны ашуға бір қатты құлшынатын болады, сондай бір өте керемет еліктіретін болады. Бұндай кісілерден әрине өте керемет следовательдер шығуы мүмкін, не болмаса судмед эксперттер шығуы мүмкін, детективтер шығуы мүмкін. Себебі бұл кісілер жасырын нәрсені қазбалап, содан міндетті түрде бір шындықты шығаратын жандар. Әрине егер игілікке жасалынса, ол туралы өте көп айтылатын болады. Сіздердің ең глобальный деген үлкен 3 минусыңыз бар, оны да айтып өтетін боламын. Матрицасында 2 деген сан бар жандар көбінде сондай тарихи құпияларға да, сонымен қатар археологиялық құпияларға да қызығушылықтарын танытатын болады. Тіпті сіздер тарихи фильмдерді көруіңіз мүмкін. Және де әрине магияға арналған құпияларға да сіз қызығуыңыз мүмкін. Ол қандай магия десеңіздер, оның барлығы әрине құпияға қызыққан керемет. Ол бірақ егер игілік болмаса, яғни белгілі бір адамның осының бір шын бет бейнесін бүкіл елге дәлелдеу үшін, осы бүкіл ел осының шын мәнінде қандай екенін көрсін деп, сондай бір арам оймен егер белгілі бір құпияны ашатын болсаңыз, ол әрине сізді үлкен минусқа алып келеді.
себебі ол кір құпияны ашу болып табылады. Ал егер кірге жақындасаңыз, сізге міндетті түрде оның кірі жұғады. Көбінде екіліктер әрине нақты осылай жасайды. Яғни белгілі бір адамның скелеті в шкафу деп айтады ғой, сондай дүниелердің қазбалап, өзім бір керемет дүние жасап жатырмын деп ойлайды, ал шын мәнінде әрине бұл өкінішке орай олай болып шықпайды. Сонымен қатар жалпы туған күнінде осы 2 деген сан бар жандар болар. Бұл кісілер көбінде напоказ бәрін жасаған жақсы көреді. Ал неге десеңіздер, себебі оның барлығы осы эфирдің соңына дейін барлығы дәлелденіп мысалдармен айтылады. Және де напоказға қарағанда егер минуста болса, сонымен қатар бұл кісілердің ішінен көбінде стриптиз билейтін адамдар осы екіліктердің ішінен шығады. Әрине бәрі емес, дегенмен минуста болса міндетті түрде екілік болуы мүмкін. 2 санның энергиясы жалпы ол өте жақсы энергия. Сонымен қатар сіздер білесіздер, егер менің арнама тіркелген болсаңыздар, жалпы қаншама сандарды осы уақытқа дейін сөйлеттік, соның ішінен осы 2-ге келдік қой. Жалпы 2 деген санның плюсы, ары қарай қаратсаңыз минусы шығады. 2 деген санның минусы ол ең үлкен, бағанағы айттым ғой, минустарының бірі ол өсек айту. Көбінде матрицасында 2 деген саны бар жандар өсекке құмар, тіпті оны өсек қылып айтпайды, жай отырып майдалап отырып айту мүмкін, десе де ол бәрібір өсекке төбеден саналып отырады. Бұл әрине эго энергиясы бар адамдарға өте үлкен минус болып саналынады, себебі әрине түсінеміз, сіз барлығын интуиция тұрғысында өте сезіп тұрсыз, біліп тұрсыз дегенімен, сіз біреудің болмысына қарап, оны өсектеуге ешқандай праваңыз жоқ. Жалпы бұл минус 2 деген энергияның жақсы қырларын жойып тастайды. Сіздерге деген беретін өте жақсы энергиясын осы өсек арқылы сіздер жай ғана жоқ қылып жібересіздер. Сондықтан өсек айтуды ең бірінші қойып, соны қолға алуларыңыз керек. Сонымен қатар біреудің өміріне бас сұғып кіріп, мұрын тығып, жаңағы қызығып, болмаса бағанағыдай әшкерелеу үшін біреудің өмірін қазбалауға болмайды сіздерге. Ол енді категоричный нәрсе. Егер плюсқа шыққыларыңыз келсе, өзгенің өмірін емес, өзіңіздің өміріңізді қазбалаңыз. Жалпы егер сіздерге түсінікті айтатын болсам, егер сізде өте бір үлкен ұлы құпияларды ашуға ақылыңыз болмаса, белгілі бір мүмкіндіктеріңіз жетпесе, онда сіз барасыз әлгі бір көршісінің сондай бір кір құпиясын ашуға кетесіздер. Міне сол минус болып табылады. Яғни түсініңіздер ғой, сіздер кәдімгідей белгілі бір құпияларды ашуға тұрарлықтай құпияларды қолыңызға алып, соны ашпасаңыз, онда сіз майдаланып кетесіз. Майдаланғаныңыз енді до того, что соны көрген адам жиіркеніп қарайтын болады. Яғни кез келген бір адамның өмірін қазбалап, оны жаңағы өте лас өткен өмірі жайлы біліп, оны бәріне айтып, обсуждать етіп, сондай өте бір подлый нәрселерге құмартып кетесіздер. Сонымен қатар туылған күнде жалпы 2 деген сан бар жандардың көбісі белгілі бір андай қуып кеткен ток-шоуларға қатысқанды, не болмаса соны көргенді ұнатады. Яғни кім-кіммен жүрді, кім не істеп қойды деген секілді белгілі бір скандалдар, өтірік интригалар деген секілді постановка ғой, соларды көріп тамашалап отырғаннан енді ләззат алады, әрине минуста болса, болмаса тіпті сол ток-шоуға барып прямой қатысады. Сондықтан жалпы біздің енді өзіміздің де ұлттық арналарда бәлкім көрсетіліп жатқан сондай бір постановочный программаларда мүмкін көбісінің отыратындары, болмаса тіпті көрермендері осы 2 деген санның иегерлері болуы ғажап емес. Ал егер плюсқа шыққыларыңыз келсе, сіздер бұндай далбаса дүниемен айналыспайсыздар. Көбінде
бағана басында айтып өткенімдей ұлы құпияларға аса қатты көңіл бөлесіздер, және де өздеріңіздің интуицияларыңызға міндетті түрде көңіл бөліп, оны әрмен қарай дамытасыздар. Жалпы бұл өте дұрыс шешім болатын еді, себебі 2 санның энергиясы сізге өте керемет интуиция берді. Соны дұрыс әрі игілікке қолдануды үйренсеңіздер болғаны. Сонымен қатар 2 деген санмен бірге матрицаңызда тағы 15 деген сан болатын болса, белгілі бір жерлерінде, болмаса үлкен позициялардың ішінен 15 деген санда болса, демек сізге ғаламшардың өзі кәдімгідей намекать етіп тұр: көзіңді аш, қара, өзіңнің ішкі дауысыңа сен деп тұр. 15 деген санда өте керемет, ол адамдарды прям насквозь көреді, адамдар тез танитын сондай күшті энергия береді. 2 мен 15 жүрген кезде бұл енді интуицияның ең керемет түрі деп айтсам болады. 15 жайлы жалпы толық арнада айтылатын, бөлек эфирде айтылатын болады әрине, күтіңіздер. Жалпы 2 деген энергия үлкен позицияда тұрған адамдар көбінде негізі өте бір салмақты адамдар, сонымен қатар шамалы суықтау. Және де бұл жерде екілігі бар ер адамдар көбінде енді әйел секілді, яғни женственный деп айтады ғой. Ал қыздар жаңағы романтика дегендерді, сезімді білдіру деген секілді дүниелерге онша қатты ашық емес. Алайда бұл кісілер әрине напоказ барлығында жасай алады, яғни түрмен бәрін көрсете алады, бірақ оның ішінде не болып жатқанын қазір айтамыз ғой, осы жерден білесіздер. Бірақ сіздер білесіздер, жаңағы напоказ жасағандардың барлығы сіздерде ол минус болып саналынады. Сондықтан өзіңіз қалайсыз, өмірге де өзіңізді солай көрсетуіңіз керек. Бұл нақты осы екіліктер үшін өте қатты маңызды. Көптеген консультацияларда екіліктер келді. Бұл кісілердің 50% минуста. Сондықтан да әрине напоказ түрмен білдіртпейтін сондай бір керемет шебер актерлар десек те болады. Ал негізі 2 деген сан, 2 деген энергия, бұл деген бірінші аркан секілді өте сирек кездесетін, сондай бір әркімге бір түсе бермейтін сандардың бірі. Сондықтан міндетті түрде не істейміз, бағалаймыз және де плюсқа шығаруымыз керек. Бүгін сонымен айналысамыз. Осы эфирден кейін кез келген көрермен өзін міндетті түрде плюсқа шығаратынына мен сенімдімін. Сондықтан соңына дейін қараңыздар. 2-ші аркан жайлы маған информация толыққанды табу қиын болды, себебі бұл әрине өте сирек аркан болғаннан кейін жалпы бұл жайлы информациялар өте аз екен. Дегенмен нақты осы сипаттайтыны бар, жаңағы өмірдегі кезінде таныған адамдарда бар, барлығын қосып, біріктіріп, осы мынау эфирге толыққанды сипаттамасын жинақтадым. Бұл эфир жалпы 2 санына арналғаннан кейін бұл кісілерді қысқаша сипаттап өтетін болсақ, бұл кісілер сондай бір интересный адамдарда және де жай адамдардың қатарына жатпайды. Себебі әрине 2 деген энергия кез келген адамдарға берілмеген де сондықтан шығар. Себебі өз жерде кәдімгі адамдар секілді жай адамдар емес, бұл кісілер шамалы өзгеше бір өзінің бойында осындай таланттары бар. Бағаналы бері айтып жатырмыз, алдыда да көптеген дүниелер айтылатын болады. Бұл бір ғана өнеріңіз емес, мүмкін сіз білмейтін қырларыңызда ашылып қалатын шығар. Егер чакра жайлы сөйлесетін болсақ, жалпы 2-ші аркан ол 2-ші чакра болып саналынады. Жалпы бүкіл чакраларға арналған эфир арнада бар, міндетті түрде қарап, міндетті түрде 2-ші чакрамен толыққанды танысып шығуға кеңес беремін. Ал енді 2000 жылы туылған адамдарда матрицасында 2 деген аркан бар. Және ол қай жерде тұрады?
ол әрине өткен өмірдегі денсаулық және ақша кармасында тұрады. Яғни нақты сол жерге қарап, сол жақтағы 3 санның қосындысына қарап энергиясын егер толыққанда ашқан кезде бұл кісілер көбінде қалай ақша тапты, яғни бұрынғы өмірінде, соны біле аламыз. Егер екілікпен дәл қазір айтатын болсақ, бір санды ғана алып, онда көбінде сол гаданиямен ақша табуы мүмкін. Ал енді ең жоғарыда сила родада, яғни сила родада мужской линия жағынан тұратын болса, бұл жақта да бөлек есептеуіміз керек. Ол жақтан жалпы сіздерді қандай дүние депрессияға алып келеді және қандай дүниесіне сіздерге шабыт береді, соны да білуге болады. Барлығын сол матрица есептеу сабағында, тегін сабағымда эфирда көрсеткен болатынмын. Осы арнада барлығы біртіндеп осылай шығып отырады. Егер тезірек шықсын десеңіздер, арнаны міндетті түрде қолдап жіберіңіздер, тіркеліп қойыңыздар, лүпіл басып ойларыңызды жазып отырыңыздар. Ал егер өзіңіздің матрицаңызды өзіңіз есептегіңіз келмесе, өзіңіздің матрицаңызды маған есептеткіңіз келсе, әрбір санды сөйлетіп, қандай программалар бар екен айтып бер десеңіздер, онда міндетті түрде почтаға жазыңыздар. Ішінде сіздердегі кез келген программаны ашып, осылай қалай болғанын жалпы барлық сандарды сөйлетіп шығамын. Ендеше 2 деген энергия жайлы әрмен қарай жалғастырайық. Жалпы негізі древо сефиротта 2 деген аркан өте жоғарғы деңгейде тұрған аркан болып саналынады. Яғни бұл 2 деген аркан қараңыздар, сонау 22 деген саннан жоғарылап, сатыдан сатыға шығып, өркендеп өсіп келе жатқан аркан десек болады. Ал бұны сіздер минусқа түсірсеңіздер, енді плотно минусқа түсейін деп тұр. Себебі бұл өте жаман показания береді, сондықтан айтып отырмын шырылдап, міндетті түрде плюсқа шығуыңыз керек. Оның әрине жолдарын барлығын осы эфирде айтатын боламын. Неге жалпы және қалай сіздер жоғарға шығып үлгердіңіздер? Себебі сіздер кез келген мынау 22-ші санның энергиясынан бастап сол 2-ші санға дейінгі бүкіл санның плюстарын алып алғансыздар ғой. Сондықтан сіздерде бір жағынан опыт та көп, өтіл де көп және плюстар да көп. Негізі просто оны іске қосу кез келген адамның қолынан келе бермейді. Оған белгілі бір ақыл керек және де әрине рухани өсу керек. Онсыз ештеңе болмайды. Жалпы міне тарot картасына қараңыздаршы. Райдер Уайт деген. Жалпы 2 деген аркан бұл өте әдемі көгілдір түсті. Сонымен қатар сондай бір аджновый аркан болып саналынады. Ал аджна дегеніміз ол 6-шы чакра болады. Яғни ол не? Ол интеллект, яғни ақыл және де интуиция. Сонымен қатар 3-ші көзді білдіреді. Кез келген жасырын дүниені көруі. Жалпы сіздер осы өмірде плюста жүрулеріңіз үшін көптеген жағдайлар да бар. Сонымен қатар сіздердің мүмкіндіктеріңіздер де бар. Көбісі айтып тұрмын ғой, оны дұрыс қолданып, көбісі аша алмайды. Көбінде бағанағыдай басында айтқанымыздай майдаланып кетіп жатады. Жаңағы әркімді шұқылап, әркімнің кірін көріп, сол жаман нәрселерге ғана кетіп қалады. Минуста жүрген адам сондай нәрселерді былықтырып жүреді. Ал сіздерге ұлы құпияларды ашуға миларыңызда, жалпы интуицияларыңызда жетеді. Сондықтан бұл деген өте маңызды. 2 деген арканға дейінгі, яғни 22-ден 2 деген арканға дейінгі жоғарылаған кездегі барлық сандардың белгілі бір қасиеттерін осы 2-ші аркан өзіне алып қалған. Ол қандай қасиет екенін білу үшін міндетті түрде осы эфирді соңына дейін қараңыздар. 2 санның егерлері, олар көпті көрген жандар, яғни рухтар. Бұл кісілердің, яғни зрелая душа деп айтады ғой нумерологияда. Көп сатыдан өткен, жоғарылаған сондай жандарға келеді екен осы 2 деген сан.
Бұл енді әрине көбінде барлығы да сондай деп айту ол да қателік. Себебі ішінен бір избранный болады қай санның болса да. Себебі адамдар неше түрлі ғой, мысалы өзінің бар қасиетін өзін минусқа қолданып жүретін адамдарға келуі мүмкін. Оларды зрелый душа деп айта алмайсың ғой. Сол секілді егер дұрыс энергиясын алу үшін менің бір сөздермен келіспесеңіз, демек сіздер әлі де көптеген сатылардан өтпедіңіз деген сөз. Жалпы әр адам өзін жақсы біледі ғой, сондықтан келісетін жерде келісіп, келіспейтін жерде мүмкін ойларыңызды жазып отырсаңыздар болады. Негізі сіздер бұл өмірге не үшін келдіңіздер? Сіздер белгілі бір құпияны сақтауға, не болмаса белгілі бір құпияны ашуға келдіңіздер. Оны енді әрине ара жігін ажыратуға өздеріңіздің де саналарыңыз жетеді деп ойлаймын. Себебі ашуға тұрарлық құпия бар және ашуға болмайтын құпиялар бар. Мысалы сізге белгілі бір жақын досыңыз деліге, құрбыңыз делік келіп өзінің ішкі жан сырымен бөліссе, оны өзгелерге ашуға болмайды. Ал егер екіліктер минуста жүрсе, бұлар енді өте керемет өсекші болады екен. Егер минуста жүрсе, бұл кісіге кім келіп өзінің сырын айтпаса да міндетті түрде ашып, елдің алдына көрсетіп, напоказ бәрін шулатып, скандал ойластырып отырғанды өте жақсы көреді. Сіздердің сонымен қатар эзотерикаға деген қызығушылығыңыз бар, интуициямен жұмыс жасайтын дүниелерге де өте қатты қызығушылықпен қарайсыздар. Менің де бір құрбым бар, оның матрицасын есептегенде екі үлкен позицияда тұрды, сондықтан ол сол 20 жасынан ба таро ашқанды ұнатады. Сонымен қатар екіліктер өте мистический адамдар. Егер матрицасында 18 және де 15 деген секілді сандар болатын болса, бұл кісілерге прямой оккультизммен айналысу керек, эзотерикамен айналысу керек, себебі бұл соған тіке жолды көрсетіп тұр десе де болады. 2 деген аркан жалпы бұл махаббат зонасында, ақша зонасында кездеспейді. Және де кармический хвост деген бар, ода да кездеспейді. Мен нақты кездесетін жерлерді басында айтып өткенмін. Портрет, сила рода, высший суд және де әрине денсаулықта, яғни анахата зонасын сіздерге көрсеткен болатынмын. Жалпы сол зона жайлы егер эфир күтсеңіздер, міндетті түрде пікірге жазып кетіңіздер. Жалпы 2 деген негізі осы былай қарап отырсақ, 2 деген аркан онша көп жерде кездеспейді. Алайда нақты сол кездеспейтін жерге белгілі бір әсерін береді, ол жайлы да айтып өтетін боламын. Жалпы таро картасына тағы да қарасақ, бұл жрица деген карта болып саналынады тарода. Яғни бұл суреттен біз әйел адамды көріп тұрмыз. Өте бір сондай өзінде құпия білімі бар жанға ұқсайды. Сонымен қатар осы құпияға белгілі бір адамдарды да тарта алады, яғни үйрете алады. Бір сөзбен айтқанда, өте ақылды әйел адамды көріп тұрмыз. Егер түріне қарасақ, әрине бұл әйел адамға көбінде мистика және де құпиялар ұнайтынын аңғарсақ болады. Жалпы негізі екіліктерге белгілі бір сканворд шешкендей бар ғой, бір құпияны шешкенде сондай беріліп кетеді, ол өте қатты ұнайды сол процесс сіздерге. Тіпті политикалық құпияларды да осылай шешіп, ішінде не жасырын қалды, солардың барлығын бетіне шығарып отырғанды ұнатасыздар. Ал енді кішігірім плюстарыңыз жайлы айтып өтсек, көбінде әрине өз-өзін қолға ала алатындай, яғни сабырлы дейікші, кішкене сабырлығы бар, көп сөйлемейтін, өте бір өзге адамдарға жасырын жандар. Бұл кісілердің өмірінде егер белгілі бір құпия болса, ол біртіндеп көз алдыларында ашылатын болады, әрине егер плюста болса. Ал егер сіздер өздеріңіз белгілі бір адамдардан бірдеңе жасыратын болсаңыздар, яғни жақындарыңыздың алдында, онда ол біртіндеп құпияларыңызды біртіндеп ашатын боласыздар. Сіздер көбінде инская энергия болғаннан кейін көбінде пассивныйсіздер, сонымен өте жұмсақсыздар. Өзгеге жол бере салу дегендер сіздерге қиындық тудырмайды.
тіпті ер адамдарда дәл осылай жұмсақ келеді. Тіпті сондай бір женская энергия дейді ғой, 3 деген арканды, солардан да 10 есе жұмсақ осы екінші энергияның, әсіресе жігіттері. Ол жайлы қазір жалпы толық айтып өтетін боламыз. Ер кісілер, егер сіздер көріп отырсаңыздар, ренжімейсіздер деген ойдамын, оның барлығын мен ойымнан шығарып отырған жоқпын. Осылай сіздер туралы сипатталынған және де зерттелінген. Жалпы 2 деген энергиясы бар жандар матрицасында, бұл кісілер ер адамдарды алатын болсақ, көбінде тіпті түрлеріңізде әйел адамдарға ұқсауы мүмкін. Әрине сіздер бірақ оған жол бермейсіздер, жаңағы толыққанды еркектің мүсінін елдің көзіне әрине саласыздар, дегенмен бәрібір ұқсайсыздар. Тіпті бұндай еркектердің көбінде шашы ұзын болуы мүмкін. Шашы ұзын екілік еркектер өте көп. Сонымен қатар белгілі бір украшениялар таққан ұнатасыздар. Құлағына сырға деген секілді. Болмаса тіпті косметикалармен де кейде қолданасыздар. Көздерін бояп, мүмкін бетіңізді бояп дегендей сондай бір қыздарға арналған замашкаларыңыз, болмаса қыздар қызығатын белгілі бір әдетіңіз бар. Сонымен қатар әрине түріңіз де ұқсайды. Көбінде осы 2 деген энергиясы бар еркектерді көргенде мынау қыз ба әлде ұл ма деген сұрақ көп адам қоюы мүмкін. Себебі бұл жақта сізді еркек емес деген секілді намысқа тиетін нәрсе айтылып тұрған жоқ. Бұл жерде енді 2-нің энергиясы сізге солай әсер етіп тұр ғой, содан кейін осылай болып жатыр деген сөз. Жүректеріңізге жақын алмаңыздар. Бәлкім сіздер өздеріңіз де естіген шығарсыздар солай айтып жатқанын. Болмаса шашыңыз ұзын шығар. Сонымен қатар 2 жаңағы 17-ші аркан секілді өзінің жасына ұқсамауы мүмкін, яғни жас көрінуі мүмкін. Яғни түріне қарайсыздар, мынау қанша жаста өзі деп ойлайсың, тіпті 10 жас, 15 жас артық беруіңіз мүмкін. Жалпы 17-ші аркан жайлы алдыда бұйыртса барлығы болады. Қарайсың да жалпы түсінбейсің, адам жасы 30-да ма әлде 17-де ма деген секілді. Сондай бар. Және де 2-ші арканға толық келетін болсақ, бұл кісілерде жасы ғана емес, сонымен қатар әрине қыз ба, жігіт ба деп ажырата алмайсыздар. Осы екеуі неопределенный возраст пен неопределенный пол жүреді. 2-ші аркандарға көбінде рухани дүниелер көп қызық болып көрінеді, және де сол рухани дүниелермен көбінде айналысу керек. Сонымен қатар бұл кісілер бақылағанды өте қатты жақсы көреді. 2-ші аркан көбінде сумен байланысы бар. Ол қандай байланыс екенін алдыда айтылады. Бұл арканға жалпы судың қандай байланысы бар дегенге қысқаша тоқталатын болсам, қазір көбінде өте баяу қимылды, яғни баяулықты, сонымен қатар сумен қатысы бар белгілі бір спорт түрлерін, тіпті сумен жасалынатын ем-домдарды айтуға болады. Жалпы 2-ші арканды 9-ші арканмен өте ұқсастырса болады, себебі бұл екеуі де өте ақылды жандар. 9-ші аркан туралы бөлек эфир арнада бар, шығып қойған, тіпті көрсеңіздер де болады. Егер 9-ші айда туылсаңыздар, қыркүйекте болмаса 9 күні туылған болсаңыздар, міндетті түрде қарап шығыңыздар. 9-лықтар жалпы қандай еді, бұл кісілерге смысл керек, белгілі бір адаммен сөйлессе де, бір іс жасаса да смысл көрмесе ол жасамайды. Сонымен қатар глубинаны жақсы көреді, білім, тыныштық, әрине рухани өсу, соның барлығы осы 9-лықтарға тән. Міне осындай бір жақсы қырлары 2 мен 9-ды бір-біріне үйлестіреді десек болады. Жалпы құпия легендалар мен өте бір сондай құпия нәрселер екіліктерге негізі теледидар қарағанында қызығырақ болу керек.
әрине плюста болса. Егер минуста болса, бағана айттым ғой, бұл кісілер көбінде сондай скандальный бір нәрселерді қарап, кім-кіммен жүріп кетті, бір бәле деген напоказ жасалынатын дүниелерді қарап мәз болып отырады. Және солай мәз болып отырумен бірге бұл кісілер өзін жоғалтады. 2 деген сан көбінде сондай бір суық болуы мүмкін. Осы әлемнен бөлек қалып қалған адам секілді де тіпті көрінуі мүмкін. Себебі бұл кісілер көбінде өзінің жанына әркімді бір жолата бермейді. Ал жүрегіне тем более кез келген адамды жақындата бермейді. Себебі бұл кісілер өзінің жарына, болашақ жарына келген кезде міндетті түрде өте ақылмен дұрыстап таңдайды. Көбінде мысалы егер ғашық болып қалған жағдайда сырттай көп бақылайды. Дегенмен қазір сіздерге айтып өтейін, егер өте көп бақыласаңыздар, онда сіз өзіңіздің сүйіктіңізден айырылып қалуыңыз мүмкін. Яғни қалай айтады, бізде қазір бір керемет сөздер шықты ғой. Қызға көп қарап жүрсең, оның ұзатылып кеткенін көресің деген секілді. Егер 2 деген аркан жігіттерде болса, өзіңіз түріңізбен, жалпы замашқаларыңызбен қызға ұқсап тұрса, егер қызды ұнатып қалған жағдайда, сіздер оған көп қарап жүріп, бір күні жоғалтып алмаңыздар. Я болмаса тіпті сіздер жігіттерді ұнатуыңыз мүмкін. Ол енді барлығында емес, әрине мүмкін әртүрлі екіліктер бар ғой, сол секілді. Нақты барлығы еркектер осындай деп айтуға келмейді. Я жалпы тоғыздықтар секілді әрине смысл іздейді. Сонымен қатар тоғыздықтар секілді тағы да не? Сондай бір баяулық. Себебі сіздер білесіздер, барлығының өзінің белгілі бір уақыты бар, сол уақытында келеді деп ойлайсыздар. Жалпы негізі тоғыздықтар да, екіліктер де, екеуі де ешқайда асықпайтын адамдар, дегенмен қатты погруженностьқа кетіп қалуға болмайды. Оны мен тоғыздықтардың эфирінде айтқанмын, қарап шығыңыздар. Ал негізі белгілі бір сондай асықпай шешім қабылдау, ол негізі өте жақсы қасиет. Себебі белгілі бір шешім қабылдайтын кезде сіздер ойланасыздар, иә? Сол ойланған уақыттың ішінде ақыл жинайсыздар. Бұл да сіздерге ауадай қажет дүние, дегенмен баланс керек, иә? Баланс міндетті түрде барлық жақта ортасындағы, яғни золотая серединканы тауып алуларыңыз керек. Сонымен қатар 9-бен сіздер өте қатты ұқсас дедік қой. Жалпы 9-бен тағы да ұқсайтын бір качестволарыңыз, сіздер үйреткенді жақсы көресіздер. Бірақ барлығын емес, белгілі бір сондай адамдардан жиналған белгілі бір топ болу керек. Ол кішігірім болса да, әйтеуір сол адамдарға үйретуіңіз керек. Осы 2 аркан негізі рухани өсуге өте өзгелерден қарағанда көбірек ұмтылатын жандар. Сонымен қатар 5 деген арканмен 2-ні ұқсастыратын дүниелер. Бұл жерде көбінде дін болып келеді, яғни дінге деген қызығушылық. Осы 2 аркан жалпы белгілі бір избранный адамдарды қана үйретуге бекітілген. Ал енді 2 мен 14 деген аркандардың ұқсастығын айтатын болсақ, екіліктер жалпы 14-тіктен тыңдауды алып алған, өзіне внимательно тыңдай алады. Сіздердің алдыларыңызға бір адам келіп өзінің құпиясын ашатын болса, сіз оларды міндетті түрде өте беріліп тыңдайсыздар. Сонымен қатар, егер сіз плюста болсаңыздар, сіздер өзіңіздің құпияларыңызды ашасыздар. Жалпы сіздерге келіп бірдеңе айтып, бір сөйлескен, ашылып сөйлескен адам, ол бір жүрегінде бір сондай жеңілдік сезінетін болады. Соған қарағанда мынадай қорытындыға келуге болады, сіздерден өте жақсы психолог та шығуы мүмкін. Жалпы сабыр, түсіністік және де қабылдау. Міне осы дүниелер сіздерді 14 деген арканмен туыстандырады.
егер ұрысып қалған адамдар болса, ол адамдармен белгілі бір компромисс іздеуіңіз керек. Бұл да өте маңызды. Ал 10-шы арканмен сіздерді жалпы жақындастыратын, туыс ететін ол белгілі бір сондай шабытты күту болып саналынады. Жалпы барлық аркандарды бөлек-бөлек қарастыратын боламыз. Сіздерге бағана ең басында айттым ғой, осы ең төмендегі 22-ші арканнан анау 2-ші арканға дейін келгенше сіздер әрбір санның энергиясының белгілі бір жақсы тұстарын өздеріңізге алып алдыңыздар. Соларға қысқаша қазір тоқталып жатырмын. Ал 18-ші арканмен жалпы жақындастыратын ол оккультизм, мистика, эзотерика деген секілді сондай ғылымдар болуы әбден мүмкін. Өздеріңіз жалпы ойларыңызды жазып кетсеңіздер болады. Сіздерге осындай ғылымдар ұнайды ма? Жалпы нумерологияда осындай дүниелердің ішіне кіріп тұр. Демек, сіздер осы эфирді көріп, өз-өздеріңіз тануға, белгілі бір өзіңіздің ішіңіздегі құпияға үңіліп ашуға, өзіңізді басқа қырыңыздан көруді мақсат етіп отырсаңыздар, демек сіздер толыққанды минуста емессіздер деген сөз. Жалпы кармология арнасында сіздер тек қана өзіңізді танып қана емес, сонымен қатар белгілі бір жолыңызды табуға ықпалымызды тигіземіз. Сондықтан міндетті түрде арнаға тіркеліп қойыңыздар. Осылай боларын үнемі білгенмін деп айтатындар осы 2 деген арканы бар жандар болып табылады. Жалпы ең күшті тарологтар ол осы матрицасында 2 деген саны бар жандар деп уверенно айтуға болады. Себебі тарологтар өте көп болғанымен, жалпы ішіндегі нақты кез келген адамды интуитивно сезіп түсіне білетін адамдар өте аз қой. Сондықтан бұл кісілер прирожденный осындай интуициямен нақты жұмыс істей алатын керемет кісілер десек артық кетпейміз деп ойлаймын. Ал әрине 1-ші арканмен туыстандыратын ол міндетті түрде 1-ші арканың фантазиясы. Сонымен қатар видение деген бар. Белгілі бір дүниені көріп біле аласыздар. Оны қалай көресіздер, ол тек қана өздеріңіз білесіздер. Сол көрген дүниенің барлығына белгілі бір анализ жасауыңыз керек. Әрине, егер минуста болсаңыздар, сізге бір қорқынышты бір дүние көрінуі мүмкін. Ал плюста болсаңыздар, сіздің алаңдатқан белгілі бір сұрақтарыңызға жауап та көруіңіз мүмкін. Ал енді 18-бен жалпы туыстандыратын бұл жерде, мысалы 18-дер көбінде сондай бір ақылмен, белгілі бір өнермен, солай келеді. Ал сіздерде көбінде просто жай ғана. Осылай сездім болды дейсіздер. Енді қалай сезесіздер, оны енді өздеріңіз білесіздер деп ойлаймын. Бұны енді жалпы чуйка деп айтады. Сіздерде сондай чуйка бар, өте керемет орындалады. Ал мысалы 2-де чуйка тек қана кәсіпке ғана болса, сіздерде енді кез келген сондай дүниелерге бола береді. Жалпы сіздер негізі өзге аркандардан тұрақтылықпен болмаса да, осы чуйкамен айырмашылығыңыз болады. Сіздердің осы бір терең осы біліміңізді, белгілі бір біліп тұрған дүниелеріңізді өмірде қолдану негізі өте кішкене қиындау. Себебі көп сенбеуі мүмкін деген секілді ғой. Жалпы кейде өзіңізде сенбей сөйтіп тұрсаңыз, көп адам сіздерді сырттан қарағанда бір инопланетян көрген секілді әсер алуы мүмкін. Яғни 18-ші аркан секілді, оларға да сырттан қараса көбісі инопланетян ба деп ойлап қалады. Енді негізі принято олай, себебі қатты ақылды, көп білетін адамдарды жынды бір нәрсе деп өтер кемсітеді ғой. Ал шын мәнінде көп білетін адам сондай біртүрлі болып көрінуі мүмкін. Жалпы сіздерге қандай кеңес бере аламын? Жалпы сіздер осы қазіргі қысқаша толықтырып айтып өттім ғой, кез келген саннан осындай қасиеттерін алып қалдыңыз деген. Солардың барлығын еске түсіріп, сол қасиеттердің барлығын белгілі бір арнаға тоғыстырып, дұрыстап игілікке қолдану болып табылады. Яғни сіздердің
өмірлік мақсаттарыңыз осы. Сондықтан ойларыңызды нақты таза ұстаңыздар. Анау бір өтірік напоказ көрсететін ток-шоу, телешоуларға қызығып миыңыздың бәрін соған занят қылмай, белгілі бір ойларыңызда, миларыңызда белгілі бір ашық орын қалдырып қойыңыздар да, ойланып, барлығын есіңізге түсіріп көріңіздер. Себебі бұл дүние сіздерге көптеген пайдасын әкеледі. Сонымен қатар сіздерге ғана емес, өзге де адамдарға, жалпы тарихымызға тіпті жақсы өзгерістер алып келуі мүмкін. Ал енді елдің барлығын қызықтыратын денсаулық линиясына барып көшейік. Бұл жерде егер сіздер жалпы негізі плюста болатын болсаңыздар, осы екінші арканда плюста, тазалықта ұстап жүрген болсаңыздар, онда сіздерде денсаулыққа келгенде ешқандай проблема болмайды. Ал егер минуста болсаңыздар, онда менің айтарым көп. Бұл жерде жалпы балалы болуға көптеген кері әсерлер болуы мүмкін. Сонымен қатар етеккір келгенде де белгілі бір проблемалар болуы мүмкін, және де сіз жай ғана балалы болуды қаламауыңыз мүмкін. Сонымен қатар қандай проблема болулары мүмкін? Жалпы гармония проблемалары, сонымен қатар есте сақтау қабілетіңіз түсуі мүмкін. Осыған орай міндетті түрде менің чакраларға арналған эфирімді қарап шығыңыздар. Ссылкасы осы эфирдің астында бекітулі болады. Міндетті түрде қарап, сондағы аджна деген чакраны толыққанды зерттеңіздер. Егер сіздерде импланттар болған кезде, я болмаса сондай бір донорский органдар болса ағзаңызда, онда олар өте жақсы үйренісіп кетеді. Ал егер ондай болмаса, жалпы организміңіздің сондай қасиеті бар. Минуста кезде, әрине, өзіңіздің қартайғаныңызды қабылдамауыңыз мүмкін. Үнемі жастық шақтың артынан қуалап жүруіңіз де мүмкін. Бұл әрине қателік. Осылай жүріп, жалпы беттеріңізге ботокс, анау-мынау инелерді тығып, көптеген пластический операциялар жасатуыңыз да мүмкін. Бір сөзбен айтқанда, өліммен қартаюдан қатты қорқасыздар. Ал бірақ карма деген атамыз, ол ешқандай адамның үнемі жас болып қалуым керек деген тілегін құптамайды. Бұлар жалпы онсыз да өздерінің жастарын жас көрінеді, бірақ сонда да бұл кісілерге аз болып тұр ғой. Ол да әрине өте үлкен қате және негативті карма жинайсыздар. Осы тұста жалпы барлығын қабылдап үйренулеріңіз керек. Себебі барлығы құрдан босқа берілмейді. Кез келген адам өзінің жасына сай қартаяды дегендей, сонымен қатар жасы, өмірі біткен кезде міндетті түрде кетеді. Оның барлығын қабылдау керек. Денсаулықта ЖКТ, сонымен қатар бүйрек, бауыр, тоқшектермен проблема болуы мүмкін. Орыстарда мынандай сөз бар, гнилое нутро деген. Сол секілді болмауларыңызды сұранам, яғни сырт жақтары сондай гүлденген, кереметтал, ішінің бәрі көгерген дүние болмау үшін міндетті түрде сыртыңызға ғана қарай бермей, жаңағы бет әлпетіңізге сәл бір әжім түсіп қалса бітті, барып жүгіріп барып ине салдыру деген секілді азғантай сыртыңызға қарап, ішіңізге көбірек көңіл бөліңіз. Себебі егер іште үлкен проблема болса, ол сыртқа міндетті түрде шығады. Сіз бетіңізге 10 тонна ботокс қолдансаңыздар да, егер ішкі әлеміңіз дұрыс емес болса, ол ботоксты былайша айтқанда көзіне де ілмейді. Ал ішкі әлем әрине белгілі бір гармонияда болса, онда сыртыңызға да әсер етеді әрине. Сіз міндетті түрде ішкі әлеміңізді қалыпқа келтірсеңіз, сыртыңыздың да қалыбы өте жақсы болады. Денсаулығыңыздағы да минусқа келтіретін дүниелер ол наркотиктер болуы мүмкін, яғни есірткінің бір өте жеңіл түрлері болуы мүмкін. Және де әрине ішімдік сіздердің денсаулықтарыңызды
минусқа алып келеді. Жалпы денсаулықтарыңыз туралы толыққанды естігіңіз келсе, тыңдағыңыз келсе, оны қалай нақты қандай дүниемен қалыпқа келтіремін деген сұрақтар туындаса, міндетті түрде пікірге жазыңыздар. Ол туралы да ақпаратым өте көп. Оған бөлек эфир түсіремін, егер әрине сұраныс болып жатса. Ал енді мамандықпен жалпы ақшаға келетін болсақ, 2 мен сонымен қатар 9 деген сан болатын болса, матрицаңызда, онда бағана басында айтып өткенімдей, судмед эксперт болуыңыз мүмкін, детектив болуыңыз мүмкін, археолог болуыңыз мүмкін, тағы да басқа осындай қазбалайтын, мимен жұмыс істейтін дүниелер. Сонымен қатар әрине заңмен байланысты жерлерде жұмыс істеуіңіз мүмкін. Егер матрицаңызда 8 болса, сотта жұмыс істеуіңіз мүмкін. Және де енді өте көп қой ұқсастықтар 9 мен сіздерде философ, психолог, культуролог дегендер бар, эзотерика, оккультизм, сондай бір керемет ғылымдармен, білім беретін орталықтармен де байланыстарыңыз болады. Жалпы сіздер байқайтын шығарсыздар, көп адамдарға бір совет керек келсе, ақыл керек келсе сіздерге келеді, егер әрине плюста болсаңыздар, сіздерге келіп осылай былай деп айтады. Бұны енді сіздер монетизировать ете аласыздар ғой. Яғни психолог болсаңыздар болады. Бана басында айтып өткен қандай мамандық сіздің жүрегіңізге жақын, соны алып кәдімгі өзіңіздің күнделікті жұмысыңызға айналдырсаңыздар болады. Сіздер жалпы біреуден дистанционно білім алуыңыз, болмаса беруіңіз мүмкін. Ал енді 2 деген аркан жалпы махаббат зонасында болмаса да әсерін тигізеді деп айттым бағана. Жалпы қандай әсер береді? Сол туралы қысқаша ғана айтып өтемін. Себебі бұл жақта да информация өте көп болып тұр. Қысқаша жинақтасам, 2 деген аркан жалпы тарода егер расклад жасап жатқанда түсетін болса, онда осы ер мен әйелдің, яғни параның арасында белгілі бір интуитивный связь бар деген сөз. Яғни олар бір-бірінен алыс болса да, арасында расстояние болған күнде де, қашықтық болған күнде де бір-бірін мысленно түсініп отырады. Ал енді тағы да қысқаша сіздердің минус белгілеріңізді айтып өтетін болсам, ең қызығын міндетті түрде осылай соңын алып кеп қойдым, себебі минустарың сенді өте элементарный нәрсе болғанымен де, олар минуста болса бүкіл сіздерге беруге қауқарлығы бар плюс жақсы энергиялардың барлығын жауып тастайды. Сондықтан міндетті түрде мұқият тыңдап көріңіздер. Минуста бойларында ешқандай талант жоқ, ешқандай өнер жоқ, бірақ сонда да белгілі бір жұлдыз болуға, популярный біреу болуға ұмтылады. Адамдарды көре алмау, сонымен қатар ашу, ыза, сабырсыздық, жалпы алған кезде белгілі бір ақымақтық, махаббат пен мейірімнің болмауы, сонымен қатар әрине манипуляцияда бұл жақта орын алуы мүмкін. Ақша мен байлыққа қызыққан отношениялар, яғни отношения по расчету деп айтады ғой. Соның барлығы осы егер екіліктер минуста болса орын алады. Тіпті отношения ғана емес, бұл жерде тіпті баланы да осындай по расчету туы мүмкін. Содержанка болуға ұмтылуы да мүмкін. Қыз бала ғана емес, сонымен қатар еркектердің де ондай болуы мүмкін. Жұмыс істеуге жалпы ешқандай құлшынысы жоқ. Әрине өсекші. Сонымен қатар өте жаман боғауыз сөздер сөйлейтін. Елдің барлығына әйтеуір жаман сөз сөйлеп, жалпы оның шынайы бет-бейнесін аштым деп ойлайды. Шын мәнінде өзінің бет-бейнесін ашып тұр ғой. Сондай бір шеттен шығып кеткен ашу десек те болады. Өзге адамдарға деген сондай бір үлкен ненависть. Тағы да бір үлкен минус, ол интернеттен алынған бір черная магияны жасау. Бұл деген енді өте минусқа түсіреді сіздерді.
яғни гуглдан алынған дуа. Сіздер ол жасау үшін алдымен, жалпы айттым ғой сіздерге басында, егер сіздер белгілі бір дүниені игілікке деп жасамасаңыздар, ол сіздерге минус әсерін береді және сіздер минуста боласыздар. Сонымен қатар 2 деген санның керемет энергияларына ие бола алмайсыздар. Сонымен ток-шоулар, басында айттым, белгілі бір ток-шоуларды көріп, содан напака жасап жатқандарын қарап мәз болып отыру, соған қатысу тіпті, ол енді үлкен минус. Өздеріңізде көп дүниені негізі напаказ жасаған жақсы көресіздер, егер минуста болсаңыздар. Мысалы, өзіңіздің шын бет-бейнеңіз көрсетпейсіздер, ішіңіздегі әлеміңіз, жүрегіңіз жаралы болып тұрса да өтірік күліп, өтірік суретке түсіп, өтірік желі ішінде жүргізу деген сынды дүниелердің барлығы сіздерді минусқа алып келеді. Әрине мен сіздер елдің алдында жылап жүр деп жатқан жоқпын. Дегенмен мен сіздерге айтқым келгені, ішкі әлемді жөндеуіңіз керек. Кімді алдайсыз? Ешкімді алдауға болмайды. Белгілі бір құпияңыз бар ма, оны жақыныңыз деген адамдарға айтуыңыз керек, ашылуыңыз керек. Содан соң напака жасауды қою керек. Жалпы дененің тажалаңаштығы, бағана айттым ғой, стриптиз деп, ол өзінің байлығын жалпы көрсету тоже напаказ болып саналынады. Провокация тұрғысындағы белгілі бір сіздердің іс-әрекеттеріңіз, мысалы, болды ғой ондай дүниелер, өзінің денесін көрсетіп, сондай бір провокация құратын адамдардың көбісінің матрицасында осы 2 деген сан кезігеді. Өкінішке орай, минуста болғаны өкінішті әрине. Сонымен қатар минуста осындай ер адамдар болсын, қыз балалары болсын, сондай бір доступный болады. Мысалы, ол енді былай қарасаң жеркенішті ғой. Қыздарда тез беріле салады, ер адамдарда да осындай доступность болады. Бұны енді орысшалап айтқанда обратная сторона медали деп айтады ғой. Егер сіздер плюста болсаңыздар, бұның барлығы былай керісінше болар еді. Жаңалықтардан да жалпы инстаграмнан да көріп жатырмыз ғой. Жалаңаш қалада жүру деген сынды сондай бір өте бір жынды адамның әдеттерін осы 2 егері минуста болса жасайды. Міне қараңдар, менде не бар деген секілді напаказ, көрсетпейтін нәрселерді көрсету осының ішіне кіреді. Тағы не айтса болады? Тағы да басында айтып өткендей, өзге адамдардың құпияларын әшкерелеп ашып жүру. Ол жақта сіздің жұмысыңыз қанша, біреудің өміріне жалпы ешкімнің жұмысы болмау керек қой. Ол қандай сыр сақтап жүрсе де, сіз оған барып тиісуге құқығыңыз жоқ. Ол бір. Ал 2, сіз өзіңіздің ішіңіз егер құпия болса, ол міндетті түрде ашылу керек. Сонымен қатар сіздердің көңіл күйлеріңіз бірде күн шығып тұрады, бірде бұлтты. Тез өзгереді, сондай өте тез. Былайша айтқанда, жалпы мега мистический аркан деп айтсақ болады. Сондай бір тұрақсыздау, белгілі бір дүниелерге егер минуста болса, сондай бір ойларыңызды тез өзгеріп кетеді, біреуге деген қарым-қатынасыңызда солай өзгеріп, былай жүресіздер. Оның бәрі минуста кезде әрине. Жалпы қандай ой түйдік осы 2 санның энергиялармен таныстық. Бүгін сіздерге тайна, интуиция және де әрине қандай өзіңізді қолда ұстау, рухани өсу. Сонымен қатар тек қана ұлы құпияларды ғана ашуға тырысу. Сонымен қатар өзіңіздің ішіңізде қалай сөйлейді жүрегіңіз, солай жүру. Яғни барлығы напака жасап, міне деп елдің бәріне әйтеуір бірдеңе дәлелдесем болды. Мен ең бастысы менің бақытты екенін білсе, сорлы емес екенін білсе болды деп өмір сүреді ғой енді қазір көп адам. Әсіресе осы екіліктер. Енді мен неге көп адам деймін, себебі менде мысалы бір аркан бар. Ол да адамны толыққанды ішкі жан дүниесін көріп тұрасың да. Енді оны мысалы ясновидение деген дарын бар деп айта алмайсың ғой. Сіздерге напака жасауды қою керек. Сосын қырылған, бір-бірін өлтіріп жатқан, жаңағы бір-бірін әйтеуір сен мынандайсың, сен ондайсың деп айтып жатқандарды
болмаса бір напоказочный өтірік күліп бірдеңе әйтеуір просмотр болса болды деп түсіре беретін ток-шоу, телешоуларды көріп тіпті сонда қатысатын болсаңыздар, оның бәрі сіздерді минусқа алып келеді. Сонымен қатар өсек ол сіздерге тіпті керек емес дүние. Жалпы өздеріңіз өсек айтып жатқанда жүректеріңізден түсінесіздер оның дұрыс емес екенін. Себебі сіздер кез келген адам егер сіз жасамау керек нәрсені жасағанда жүрегіңіз қатты дүрсілдеп орында дұрыс тұра алмай қалады. Әрине интуицияңызға сенуіңіз керек, яғни өзіңізге, өзіңіздің ішкі даусыңызға. Ол үшін бірінші плюсқа шығуыңыз керек. Минуста жүріп ішкі даусыңызды естісеңіздер, сіздер одан бетер минусқа түсе бересіздер. Тағы да ешқашан ешқандай адамның өміріне жай ғана келіп мұрныңызды сұқпаңыздар. Ол адам өзінің сырын сізге айтқысы келсе айтады, айтқысы келмесе оны барып ақтарып, іздеп өз бетіңізбен табуға талпынбаңыздар. Ал негізі 2 деген аркан ол өте рухани аркан. Барынша тек қана жақсы қасиеттерін, сонымен қатар тек қана игілікте қолданасыздар деген ойдамын. Осы матрицаның біткеннен кейін мен астрология бойынша натальный картаны оқуды көрсететін боламын, үйрететін боламын. Енді қазір матрицаларыңызды есептеп, ішінде қандай программалар шығып тұр, қай зона сізді қатты алаңдатып тұр, соны пікірге жазсаңыздар болады. Мен кішігірім эфир түсіріп жауаптар деп соны салып қоямын. Және де осы 2 аркан жайлы кішігірім шпаргалкада жасаймын. Шортысқа сол жерде өздеріңіз сақтап алып, күнде қарап контроль жасап жүрсеңіздер болады өздеріңізге. Жалпы кармология арнасынан сіздер тек қана осылай сандарды ғана емес, өздеріңіздің психологияларыңызбен де танысатын боласыздар. Нақты пайдалы болуға толыққанды тырысып жатырмын. Сондықтан сіздерден шамалы қолдау болса, тіркеліп қойсаңыздар, үлпіл басып, пікір жазып қойсаңыздар, өте қуанышты болатын едім. Менің бір түсінгенім, қандай ғылымды оқысам да, оқымасам да, әйтеуір адам ең бірінші жалпы өзін тану керек екен. Өзін таныған адам міндетті түрде қарсы алдында қандай адам тұр, оны былай-ақ біледі екен. Сондықтан сіздерге бір айтарым, ең алдымен өзгені емес, ол мынандай екен, ол анандай екен деп сыртынан тоң пішетін әдетті қойып, жалпы өзімізді бірінші танып алсақ, сол кезде барлығы өз орнына түседі. Тіпті өміріңізде белгілі бір жағдай не үшін ондай болды деген сұрақтың өзіне де осы сіздің өзіңізді танудан кейінгі келген рухани жемістен сіз түсінесіз. Осындай себептермен болған екен ғой деген секілді. Сондықтан міндетті түрде өзіңізді таныңыздар, табыңыздар. Оған кішкене болса да үлесін қосатын осы кармология арнасына тіркеліп қойыңыздар, үлпіл басып, пікір жазып қойыңыздар. Бүгінгі эфир сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Сіздермен болған алтынай аман. Келесі эфирді кездескенше сау болыңыздар.